Ренжіткен адамға қалай жауап беру керек? Бірде шәкірті ұстазынан: «Ұстаз, егер де біреу мені ренжітсе, қатты сөйлеп, көңіліме тиер ауыр сөз айтса, оған қандай жауап қатуым керек?» деп сұрайды. Сонда ұстазы: «Сен ағаштың түбінде отырсың делік. Бір кезде басың ағаштың бір шыбығы түсіп кетті. Қандай әрекет жасайсың?» дейді. Шәкірті бірден жауап береді: «Не істейсіз дейсіз бе? Бұл жай сәйкестік қой. Бір тал шыбықтың мен отырған кезде басыма түсуі сәйкестік қана ғой». Сонда ұстазы: «Міне, дәл солай. Біреу ашуға беріліп, азаланып, сені кемсітіп, сені емес өзін төмендетті. Ол ағаштан жерге түскен талдай нәрсе. Бір шыбыққа бола сен уайым қайғыға салынбайсың ғой. Сондықтан да ол адам сені алаңдатпасын» деп жауап береді.